Студенттер, 6-шы дәрісімізді бастаймыз. Яғни сабақта қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру. Критериалды бағалаудың ішіндегі аса маңыздысы, қажеттісі де сабақ үдерісіндегі ол қалыптастырушы бағалау болып табылады. Сондықтан қалыптастырушы бағалаудың ең негізгі түсініктер, мына жерде қалыптастырушы бағалау дегеніміз не, оқу мақсаты дегеніміз не, бағалау критерий дегеніміз не, дескриптор, тапсырма, кері байланыс. Бұның барлығы біз алдыңғы дәрістерімізде айтып жүрміз. Бірақ мен тағы да осы жерде айтып кеткім келеді. Әрбір нұсқаулықта және глоссарийларда түрліше бағытта бірнеше анықтамалар беріледі. Енді келесі қалыптастырушы бағалау дегеніміз не? Мақсаты мен принципі қандай? Қашан өткізіледі? Ақпарат кімдерге беріледі? Мұғалімнің рөлі қандай? Оқушының рөлі қандай? Және қандай формада өтеді? Бүгінгі дәрісімізде осы сұрақтарға жауап табатын боламыз. Енді қалыптастырушы бағалау деп отырғанымыз бұл мұғалім мен оқушының арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін, оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік беретін бағалаудың түрі болып табылады. Енді мына жерде, яғни оның принциптеріне не жатады? Оқудың бір бөлігі болып табылады, барлық оқу мақсаттары қамтылады, бағалау белгіленбейді, яғни баға балл қойылмайды қалыптастырушы бағалауда. Оқу мақсаттарына жеткендігі және бағалау критериіне сәйкес жүзеге асады. Оқушының ілгерілеуі туралы кері байланыс беріледі және қалыптастыру нәтижелері оқыту сапасын және оқу бағдарламасын жақсарту үшін қолданылады. Енді қалыптастырушы бағалау 90 барысында өткізіледі, ақпараттандырады. Оқушының рөлі қандай бұл жерде? Оқушы белсене қатысады, күтілетін нәтижені түсінеді, өзін бағалайды және сыныптасын бірін бағалайды. Мұғалімнің рөлі қандай? Оқу жоспарына сәйкес бағалау критерийлерін анықтай алады. Бағалау критерийлеріне байланысты тапсырмалар құрастырады. Тапсырмаларға сәйкес дескриптор құрастырады. Оқушыға кері байланыс береді және түзету енгізеді. Өткізілу формасы қандай? Жеке, жұппен, топпен және ауысатын топтар құрамында осындай формада өткізіледі. Енді мына жерде көріп отырсыздар, топпенен жұмыс жасап жатқаны, жұппенен, тіптен ұжымменен жұмыс жасап жатырғаны, жеке жұмыс жасап жатырғандығы. Енді қалыптастырушы бағалау тиімді болу үшін оқу мақсаттары, бірінші, оқу мақсаттары, бағалау критерийі, тапсырма, дескриптор, кері байланыс. Егер осы жүйе, осы схема жүйелі түрде жүргізілген жағдайда ғана біз оң нәтиже ала аламыз. Оқу мақсаттары бұл оқу бағдарламасының ішінде қамтылған әрбір пәннің. Бағалау критерийі Блум таксономиясына негізделіп құрастырылады. Тапсырма, тапсырмадан кейін барып дескриптор шығады, ал кері байланыс мұғалім мен оқушының әрбір іс-әрекетінде жүріп отыруды қажет етеді. Енді, яғни оқу бағдарламасы, оқу бөліммен ортақ тақырыптар, оқу мақсаты бұл оқу бағдарламасының ішінде бар. Яғни мұғалім бұнымен танысады. Ал енді ойлау деңгейін, бағалау критерийін, тапсырманы, дескрипторларды құрастырады. Сонда бізде өте күрделі жүйе бар. Мен бағана жоғарыда біз өттік, бірінші, екінші дәрістерімізде өттік, нормативті құжаттарды. Сол норматив құжаттардың ішінде, яғни оқу бағдарламасының ішінде оқу мақсаттары бар, ұзақ мерзімді жоспар, қысқа мерзімді жоспар, орта мерзімді жоспарлардың барлығы соның ішінде қамтылған. Яғни оқу мақсаттар, бұның барлығын сол құжаттар арқылы танысасыздар да, ал арман қарай ойлау деңгейінен бастап қалғанын мұғалімнің өзі құрастырады. Мұғалім іс-әрекетіне қалыптастырушы бағалау үдерісінің кезеңдері, яғни қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру, жоспарлау, бағалау әдістерін таңдау, қалыптастырушы бағалау нәтижелерін талдау, кері байланыс беру болып табылады. Енді мына жерде қалыптастырушы бағалауды жоспарлауда қараңыздар. Кері байланыс берудің тиімді формаларын қолдану керек. Қалыптастырушы бағалауды қолдану үдеріс көрсететін сабақ жоспарын құрастыра алуымыз керекпіз. Бағалау құралдарының сапасы, білім алушылардың ұжымының кері байланысы, ата-аналармен әңгімелесу, яғни сабаққа талдау жүргізуді қажет етеді. Жеке жұмыс кезінде қалыптастырушы бағалау, яғни оқушыға жеке тапсырма берген кезеңінде. Ол қалай жүзеге асады?
Яғни жеке жұмыс кезеңінде қалыптастыру жүзеге асыру үшін мұғалім білім алушылардың әрекеттерінің жүйелі қадағалап және аралық нәтижелер тіркеп отыруы қажет. Екінші, жұптық жұмыс кезінде қалыптастырушы бағалауда. Яғни сыныпта 30 оқушы болатын болса, жұпқа бөлеміз. Жұптар бір-бірінің бағалауына болады. Бірінің жұмысын бірі тексеру арқылы бағалауға болады. Яғни өзара қарым-қатынас кезеңінде білім алушылардың дайындық деңгейіне қарамастан олардың өзара көмегі, рефлексиясы, өзін-өзін реттеуі белсенді байқала бастайды. Өте қажетті жұмыстың бағыты жұптық жұмыс кезінде қалыптастырушы бағалау. Және топтық жұмыс кезеңінде қалыптастырушы бағалауда білім алушылар не істейді? Жаңа идеяларды тұжырымдауды, екі немесе одан да көп идеяларды салыстыруды, идеяларды бағалауды, топтық талқылау кезеңінде негізгі пікір білдіруді, сұрақтарға жауап беруді ұсынуға болады. Яғни топтық жұмыс кезеңінде қалыптастырушы бағалаудың күрделі жүретініне көз жеткізіп отырсыздар. Кері байланыс беру. Кері байланыс берудің түрлері өте көп. Бұл кері байланыс туралы дәріс бізде алдағы уақытта болады. Ал бірақ кері байланыс сол 40 минуттың ішінде кері байланыста. Яғни білім алушылардың жақсы жақтарын ескеруіміз керек. Тапсырманың дұрыс орындалмаған нақты түсіндірмей тұрып, олай емес, дұрыс емес деген сөздерді қолданбауымыз керек. Білім алушылардың жұмысын жетілдіру немесе кемшілік тұстарын жөндеудің жолдарын ұсыныс беруіміз керек. Кері әсер ететін сөздерді, білім алушыларды кекету, келемеждеуге қатысты мысалға орынсыз жауап, осыны ойлау қалай, ақылың жетті деген сияқты сөздерді мүлдем қолданбау ұсынылады. Яғни кері байланыс нақты сол тапсырманы орындалуға бағытталып қолдануды қажет етеді. Міне мына жерде қарап отырсаңыздар, кері байланыстың үлгілері берілген. Есепте мысалы жарайсың. Ондықтың аттап азайтуды орындау кезінде мұқият бол деп тұр. Баланың кемшілігін кәдімгі қарапайым сөзбенен беріп тұр. Кері байланыстың мысалдары. Міне мына жерде де қалыптастырушы бағалауға байланысты кері байланыстың үлгілері беріліп тұр. Сондан көз жеткізулеріңізге болады. Мысалға сандарды салыстыруды қиналады. Мысалға азайтуда қателеседі. Бала. Яғни мына осының қорытындысы бойынша бақылау парағы оқушыға беріліп отырған, ата-анаға беріліп отыр. Ата-ана осы арқылы баласының қай тақырыпты қандай деңгейде меңгергендігін айқындай алады. Міне қалыптастырушы бағалау кезеңіндегі көріп отырсыздар, менің отбасым және достарым деген кезеңде. Оқу мақсаты ол бағдарламадан алынады. Бағалау критерийі оқу мақсатына сәйкес құрастырылады. Онан кейін тапсырмадан кейін бағалау критерийі және бағалау критерийінен дескриптор шығып тұр. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, дескриптор біреу болу, бағалау критерийі біреу болу мүмкін, ал дескриптор екеу, үшеу болу мүмкін. Күрделеніп тұр, қарап тұрсаңыздар. Математика пәні бойынша да міне қарап отырсаңыздар, үлгілері берілген. Міне қалыптастырушы бағалауда. Енді кері байланыс жазуға берілетін ұсыныстар. Бағана жоғарыда да айтылып кетті. Дұрыс емес, өтірік, кім жауап береді дегендерін аулақ болу керек. Қателігін емес, дұрыс орындалған айту керек. Біз басым көпшілігінде қателігін табуға тырысамыз. Осы мәселелерді басшылыққа алыну керек. Енді осы тақырыпқа байланысты мына сын тұрғысынан ойлауға бағытталған тапсырмалар жүйесі қалыптастырушы бағалаудың ерекшелігі мен маңызын блок схемаға сала отырып ерекшелігін айқындау керексіз. Екінші тапсырма, бағалау стратегияларының қолдану ерекшелігіне талдау жасаңыз. Мына жерде мысалға топтардағы өзара бағалаудың түрі берілген. 2 жұлдыз, 1 ұсыныс, мадақтау сэндвичі. Соған салыстыра отырып сыни талдау жүргізесіз. Ана 3-ші графада соған талдау жасайсыз. Өзін бағалауда мысалға. Соңғы 5 минут деген секілді, бақнаршам, тағысын тағы, соның барлығына талдау жасаймыз. Сонда топтардағы өзара бағалау менен бұл жерде өзін бағалаудың арасындағы ерекшелігіне талдау жасайсыз. Егер де осы екі тапсырманы толыққанды орындай алған жағдайда ғана сіз қалыптастырушы бағалаудың ерекшелігі менен маңызын толыққанды түсіне аласыз. Енді келесі бір тапсырма қараңыздар. Суретті тапсырмаға сәйкес бағалау критерий мен дескрипторын құрастырыңыз.
сурет беріліп тұр, соған дескриптор құрастырасыз. Екінші тапсырма: қалыптастырушы бағалауға арналған оқу мақсаты, ойлау дағдыларын, бағалау критерийін, тапсырмасын, дескрипторларын дайындаңыз. Жаратылыстану пәні 3-ші сынып. Кез келген тақырыпты алып, осыны дайындап шықсаңыз, онда сіз қалыптастырушы бағалауды түсінгеніңіз болып табылады. Яғни ажырата аласыз. Бағалау критерий деген не, дескриптор деген не, тапсырма деген не, ол қалай құрастырылады деген секілді. Бағана жоғарыда назарларыңызда болса, ойлау деңгейі, тапсырма, бағалау критерий, дескрипторын мұғалім өзі құрастырады. Міне соған беріліп отырған тапсырма. Міне осымен 6-шы дәрісіміз аяқталды. Енді сіздерге осы дәріске сәйкес видео, бейне роликті ұсынайық. Келесі осы қалыптастырушы бағалау байланысты басым көпшілігінде түсініксіз болатын сұрақтарға байланысты бейне жазбаны ұсынамыз. Қалыптастырушы бағалау сабақ барысында жүйелі жүргізіледі. Қалыптастырушы бағалау үшін арнайы тест тапсырмалары, немесе қосымша тапсырмалар беріледі. Сабақ үстіндегі оқушының орындаған жұмысын бағалайды. Бұл арқылы мұғалім оқушының ілгерілеуін, соның сабақ барысын қадағалауға мүмкіндік алады. Қалыптастырушы бағалауға баға қойылама. Кезінде баға қойылмайды. Оқушының нәтижесі бойынша кері байланыс беріледі. Кері байланыс тиімді әрі пайдалы болған дұрыс. Бұл арқылы оқушы өзінің олқы жақ тұстарын түзетуге, оқу жетістігін әрі қарай жетілдіруге мүмкіндік алады. Мұғалім кері байланысты ауызша, жазбаша және графикалық түрде бере алады. Кері байланыс берудің жиілігін, формасын, көлемін әр мұғалім өзі анықтайды. Қалыптастырушы бағалаудың сапалы жүргізілуі оқушыға тікелей әсер етеді, яғни бағалауға дайындайды. Қалыптастырушы бағалау кезінде тиімді кері байланыс беру, қалыптастырушы бағалауды жүйелі жүргізу маңызды. Әдістемелік сыныста берілген тапсырмаларды қағаз түрінде шығару міндетті емес, яғни барлық тапсырмаларды қағаз түрінде шығару керек деген талап жоқ. Әдістемелік ұсыныс ретінде мұғалімдерге берілген және бұл тапсырмаларды ұсыныста берілген күйінде қолдануға болады, немесе өз бетінше толықтырулар, өзгертулер енгізуге болады. Қалыптастырушы бағалау сабақ барысында жүйелі жүргізіледі. Қалыптастырушы бағалау үшін арнайы тест тапсырмалары, немесе қосымша тапсырмалар беріледі. Сабақ үстіндегі оқушының орындаған жұмысын бағалайды. Бұл арқылы мұғалім оқушының ілгерілеуін, соның сабақ барысын қадағалауға мүмкіндік алады. Жақсы, рахмет. Өте қажетті сұрақтар қойылып отыр, соған түйінді жауап үлгілерін беріп отырғандығын сіздер тыңдадыңыздар. Осымен 6-шы дәрісіміз аяқталды.